Сәлем достар, бүгін біз өте керемет дәмді болып шығатын осындай дәмді салат дайындайтын боламыз. Керек заттарымыздың бірі орамжапырақ. Орамжапырақты осылай видеодағыдай орташа қылып турайсыздар. Және ыдысымызға салатын боламыз. Одан кейін қиярдың сыртын жуып тазалап, жіңішке қылып турап, салат жасайтын ыдысымызға саламыз. Келесі алма турайтын боламыз, яғни сыртын ашып, жуып тазалап, осылай орташа қылып турайсыздар. Содан соң суда асылған, яғни суда піскен жұмыртқа керек болады. Оны да видеодағыдай қылып, жіңішке қылып турап, салатымызға қосатын боламыз. Және консервідегі жүгерімізді де қосатын боламыз. Дәміне қарай тұзын қосамыз, және 2 ас қасық майонез қосып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл салаттың жасалу жолы оңай, және өте дәмді, тойымды салаттардың бірі, және жеңіл салат әрі отбасыңызға міндетті түрде ұнайды. Сіздер жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетіңіздер. Тарелкеге салып, осылай ұсынсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен салтанат. Сіздерге ас болсын.